Қайырлы күн, менің көрермендерім. Біз бүгін сицибили қайнатамыз. Бізге ол үшін қызанақ 8 кг, қызыл болгар бұрышы 4 кг, 300 г сарымсақ, 100 г ащы бұрыш және үлкен укроп. Мен қызанағымды жуып тазалап алдым. Енді мына түптерін алып тастаймын да, ет өткіштің размеріне сиятындай етіп, осылай турап аламын. Қыстың қамын жаз ойла демекші, жұрттың бәрі қазір банка жауып жатыр ғой. Осы мен рецептіме істеп көріңіздер. Прям тамаққа салғанда аппетиттеріңізді ашып. Мен осылай қызанағымның бәрін турап алдым. Енді ет өткіштен өткіземіз. Ет өткіштен өткізіп жатырмыз. Біздің 8 кг қызанағымыз осыншама болды. Енді осын газға қойып қайнатамыз. Мен 20 минут қайнатып аламын. Осылай қатты отта. Болгар бұрышын осылай турап, бұны да ет өткіштің көлеміне ыңғайлы етіп турап аламыз да, ет өткіштен өткіземіз. Тек қызыл болгар бұрышын қоссаңыздар болады, түрі қып-қызыл болып әдемі болады. Мен бұл жерде 10 шақты көк болгар бұрышын араластырып жіберіп жатырмын. Біз болгар бұрышын өткізіп болдық. Бізде 4 кг болгар бұрышынан осыншама шықты. Мен көк болгар бұрышын араластырып жібергеннен осындай цвет болды. Тек қызыл қоссаңыздар да болады. Енді осыны қайнап тұрған қызанақтың үстінен саламыз. Енді осыларды жақсылап тұрып араластырып, енді баяу отта тағы да 20 минут қайнатып аламын. 300 г сарымсақ және 100 г ащы бұрыш. Сарымсағымыз бен ащы бұрышымызды ет өткіштен өткізіп дайындап аламыз. Бұл жерде енді ащы бұрышты өздеріңіздің қалауларыңызша қоссаңыздар болады. Біздің мына 100 грамымыз қатты ащы болды. Мен әдейі сондай көп қосып жатырмын. Өз қалауларыңызша қоса бересіздер. Сарымсақ мен ащы бұрышымды өткізіп дайындап болдым. Енді укропымызды турап дайындап аламыз. Біздің дәмдеуіштеріміздің бәрі дайын болып тұр. Газдың үстінде қайнатып тұрған сицибилиіміздің тұзын салып, араластырып, осы дәмдеуіштерімізді қосып, тағы да 10 минут қайнатамыз. Тұзын дәміне қарай салғасыздар. Қазір осылардың бәрін бір салып араластырып, тағы бір тұзын көреміз. Енді осылардың бәрін жақсылап тұрып араластырамыз да 10 минут қайнатып аламыз. Дәміне қарай лавр жапырағын қоссаңыздар да болады. Өз қалауларыңыз, міндетті емес оны қосу. Бірақ мен осыны қосып істеймін. Біздің сицибили дайын. Қазір 10 минут қайнатып, банкіге құя береміз. 1 литрлік банкілерге жабамын. Осылай банкыларды булап аламын да, крышкасын қайнатып алам. Біздің сицибилиіміз дайын. Енді осыларды банкіге жауып, жабамыз.
банкілерге құйып қойдық. Енді осылай жан-жағынан ішіндегі ауасын шығарамыз, сосын крышкасын жауып айландырамыз. Осымен стебеліміз дайын қысқа. Енді бүгінгі қайнатқан сетибилімнен 10 литр шықты. Сіздер де менің рецептіммен істеп көріңіздер.